Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Сақтаған Байышев атындағы Ақтөбе облыстық әмбебап ғылыми кітапханасының өлкетану әдебиеттер бөлімі Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің және Семей полигонының жабылғанына 30 жыл толуына орай халықаралық Невада-Семей қозғалысының бастауы және жетістіктері тақырыбында ақпараттық сағатын назарларыңызға ұсынады. Халықаралық Невада-Семей антиядролық қозғалыс қоғамдық саяси ұйым 1989 жылы 26 ақпанда құрылды. 1991 жылы 29 тамыз күні Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев номер 409 Семей ядролық полигоны жабу туралы жарлық шығарды. Алаштың асыл азаматы Олжас Сүлейменов бастаған халықаралық Невада-Семей қозғалысы дүниежүзілік бейбітшілік естелігі реестріне кіргізілді. Халықаралық Семей Невада антиядролық қозғалысының белсенді мүшесі және Семей ядролық сынақ алаңын жабуға қатысқан азамат, ұзақ жылдары халықаралық антиядролық Невада-Семей қозғалысы Батыс Қазақстан аймағы филиалының директор қызметін атқарған Қазақстан Республикасының денсаулық және мәдениет ісінің үздігі, құрмет орденінің иегері, парламенттің экс-депутаты, профессор, елім деп соққан жүрек баратты, тағы да бірнеше мақалалардың авторы Ізімғали Абдрахманұлы Көбенов болатын. Үстіміздегі жылдың шілде айында ағамыз өмірден өтті. Ізімғали Абдрахманұлы ерекше еңбек қорлығымен әрқашан қайырымды, мейірімді болатын. Әрдайым жастарды экологиялық және патриоттық сезімге тәрбиелеуде өз септігін тигізе білген. Ағамыздың жарқын бейнесі біздің жүрегімізде мәңгі сақталады. Құрметті оқырмандар, ағамызды 1 минуттық үнсіз еске алсақ. Халықаралық Невада-Семей антиядролық қозғалыс Батыс аймағы филиалының Невада-Семей антиядролық қозғалысының алғашқы мүшелері Бейсен Жақанұлы, Талдыбай Жанұзақов, Аманжол Адаев, Жақсылық Айжанов, Гүлсамал Төреденқызы, тағы да басқа көрнекті тұлғалар ел үшін аянбай еңбек етті. Ақтөбе облысы Байғанин ауданында 1957 жылы бірінші термоядролық жарылыс өтті. Ал 1987 жылдары Қалдайбек, Жарқамыс елді мекенде 11 рет жарылыс болған. Бейбітшілік пен ядролық қарудан еркін ғасыр болсын атты халықаралық конференция, халықаралық әлем дәрігерлері ядролыққа қаруға қарсы 21 конгресі, азаматтық форум, республикалық конференциялар өткізілген болатын. Еліміздің жастары Невада-Семей халықаралық ядролық қаруға қарсы іс-шараларға белсенділік танытуда. Аудан, облыс кітапханаларында, Жарқамыс орта мектебінде Атамекен клубы жасақталды. Мектеп, арнаулы орта оқу орындарында бейбітшілік сабақтары, тақырыптық кездесулер өткізілуде. 2017 жылы Алматы қаласында Невада-Семей антиядролық қозғалысының бірінші слетіне Ақтөбе облысынан Отарбай Ахмет, Нұралы Жансая, Үйсімбаева Шаттүгіл, Ербатыр Қалышев қатысты. Невада-Семей антиядролық қозғалысының бірінші слетіне қатысқан делегат Ербатыр Қалышевпен жүргізген шағын ғана бейне сұхбатыңызды назарларыңызға ұсынамын. Ербатыр Қанатұлы, сіз Алматы қаласында 2017 жылы
өткен Семей Невада антиядролық қозғалысының бірінші слеті делегаты болыпсыз. Осы слетқа қатысу үшін іріктелген жастардың ішінен сіз өткен болатынсыз. Ол слетқа қатысу үшін міндетті түрде қозғалыстың мүшесі болу керек. Қалай осы қозғалысқа сіз мүше болып келгеніңізбен бөліссеңіз? Менің бұл қозғалысқа келуімнің бастамасы осы 2017 жылы Ізімғали Көбенов ағамызбен кездесуімізден басталды. Бұл кездесу мен сол 2017 жылы жас ғалымдар арасында баяндама қорғаудан шара өткен болатын. Сол шарада мен қазақ қыздары мәселесін көтерген болатын. Сол мәселе Ізімғали ағамызға өте қатты ұнап, сол шарадан кейін маған келіп жақындап, осындай қозғалыс бар, қатысуға қалай қарайсыз деп өзі ұсыныс тастаған ол кісі маған. Сосын мен бұл ненің мәселелерін білгеннен кейін, мақсаттарын, проблемаларын оқып танысқаннан кейін менде қызығушылық пайда болды. Және де 2017 жылы осы жастар слетіне не дайындаған кезде, тақырып таңдаған кезде маған өте жақын болған осы ақбөкендер проблемасы. Себебі өзім осы Ақтөбе облысы Байғанин ауданы, жаңағы иен далада өскен баламыз. Киіктер дәл қасымызға дейін көріп, басынан ұстап та көргенбіз кезінде. Сол мәселені маған қозғау ең жақын проблема болды. Мен шынымен қозғағым да келді. Жарғамыз Қаражар ауылындағы ядролық сынақты қозғағым келді. Бірақ ол өте көп жоғары деңгейде айтылып кеткендіктен ең сол кезеңде өзекті болып отырған ақбөкендер проблемасын мен өзім таңдап алдым. Жақсы. Бірінші слетте сіз осы баяндама жасадыңыз. Тақырыбыңызды ақбөкендер проблемасын. Қандай әсер алдыңыз осы баяндамадан кейін? Проблемалар өте өзекті деген баға алдық Ақтөбе облысының делегатының. Бірақ соңынан келіп Қазақ радиосы бізден сұхбат алды. Осы ақбөкендер проблемасы туралы ерекше айтып өтті. Сіздің тақырыбыңыз өте қызықты. Біз бұндай проблеманың бар екенін білмейді екенбіз. Енді Қазақстанның территориясын қарап отырсақ, әлемде 9-шы орында тұрады. Ол Қолан таза даланы өзі бір процесс, эрозияға ұшырайды ғой, белгілі бір процесске түспесе. Сондықтан да осындай бір иен даланы сақтап қалып отырған бұл ақбөкендер екені сол кезеңде көптің құлағына жетті десек те болады. Сол слеттен кейін өзіңіздің үлесіңіз Семей Невада антиядролық қозғалысының ары қарай дамуына қосқан үлесіңізбен бөліссеңіз? Осы шарадан кейін енді Ізімғали Көбенов ағамыздың досына айналдық десек те болады. Жанынан тастамайтын үнемі. Осындай бір мәселелер бар, осындай бір шаралар бар, оқушылардың алдына шығып сөйлеші. Біз оқушылармен, мектеп оқушылармен өте көп кездесулер өткіздік осы экологиялық проблемалар бойынша, Ақтөбе облысы бойынша, Батыс Қазақстан облысы бойынша. Біздің колледжімізде де көптеген сабақтар, тәрбие сағаттар деп айтамыз ғой, тәрбие сағаттар деңгейінде де, немесе шағын конференциялар деңгейінде де бұл шаралар қозғалды. Барынша енді бұл проблема енді негізгі мамандығым тарихшы, ғылыми зерттеу жағынан басқа бағыт болса да, бұл экологиялық проблеманы мен ешқашанда өзіме серік етіп қасымнан тастамадым. Қай жерде барсам да міндетті түрде осы проблеманы қозғап отырдым. Рахмет. Сақтаған Байышев атындағы Ақтөбе облыстық әмбебап ғылыми кітапханасының оқырмандарына сіздің лебізіңіз? Енді Сақтаған Байышев атындағы кітапхананың оқырмандарына, әсіресе жастарға көбірек айтатыным, қазіргі кезде жастардың арасында өте жанып тұрған, кереметтей мәселелерді қозғап, кереметтей істерді атқарып жатқан жастар көп. Солардың қатарында болыңыздар дегім келеді. Солармен бірге осы Қазақстанның экономикасының, экологиясының дамуына өздерінің зор үлестеріңізді қоссаңыздар деймін. Қазір жастар енді дұрыс бағытқа қарай өте жақсы бағытты алып жатыр. Соның ішінде жаңағы еріктілердің көбеюі, кезінде елбасымыздың өзі еріктілер жылы деп те қозғады. Осы еріктілердің қатарында болып, көптеген шешілмей жатқан проблемаларды үйде отырып алып, жаңағы диванда жатып алып деп айтамыз ғой, диванда жатып алып комментарий жаза бергенше, осы аз да болса өз көмегімізді көпшілікке тигізейік деген келеді. Сақтаған Байышев атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханасының әкімшілігінің атынан және оқырмандардың атынан сізге алғысымызды білдіреміз. Рахмет, сізге де көп рахмет. Осы қозғалыстың белсенді мүшесі, ардагері Жанұзақ Талдыбаев Қалдайбек қасіретті өлеңінің авторы, тұңғыш орындаған әлемдік деңгейдегі әншіміз Димаш Құдайберген. Ақтөбе облысы Астана қаласының 20 жылдығына бейбітшілік қабырғасы монументін тарту етті. Монументтің ұзындығы 111 метр.
қабырғаға әлемнің 51 тілінде бейбітшілік сөзі жазылған. Антиядролық қозғалыстағы теңдесі жоқ тарихи ескерткіш бірінші Семей қаласында орнатылды. Екінші ескерткіші Жарғамыс ауылдық округінің Қалдайбек елді мекенінің аумағында соңғы атом бомбасын жарылғанына 25 жыл толуына орай жарылыс құрбандарына арналып тұрғызылған естелік белгі салтанатты түрде ашылды. Ескерткіш авторы Қазақстан суретшілер одағының мүшесі Жәдігер Кембаев. Ал Ақтөбе қаласында Семей ядролық полигонын зардап шеккен ардагерлердің құрметіне ескерткіш орнатылды. Сәулетші Бақыткерей Жаппар. 1992 жылы Олжас Сүлейменовтың «Полигон» фильмі мемлекеттік сыйлыққа ие болды. «Ақиқат тағдыр», «Қалдайбек қасіреті» және «Атамекен тағдыры», «Жарылыс жаңғыры» атты телефильмдер түсірілді. 21 ғасыр ядролық қарусыз ғасыр, «Қасірет пен сенім», «Семей сапарынан», «Полигондар сапарынан» туындаған ой атты кітаптар жарық көріп, республикалық, облыстық мерзімді басылымдарда мақалалар болып жарияланды. Республикалық «Бір ел, бір кітап» акциясына енгізілген халықаралық Алаш әдеби сыйлығының иегері, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Сәуле Досжанның «Қасірет пен тағдыр», жалғасы үзілмеген үміт романы халқымыздың басына қайғы салған Семей полигоны мен одан келген зардап пен зауал жайлы жазылған. Ядролық қарудан бас тартып, өз таңдауын жасаған еліміздің әлем болашағының баяндылығына түсірген сәулесі күн сайын нұрлана берсін.